Қайырлы күн, құрметті оқырмандарым, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын хит пирогтардың бірі сметанник пен сүзбелі бәліш пирогын жасап үйренетін боламыз. Мен бұл пирогтарды бір жылдан бері тапсырысқа жасап, қаншама клиенттің көңілінен шыққан пирогтардың рецепттерімен сіздермен бөлісетін боламыз. Сондықтан арнамнан алыстамай каналыма тіркеліп қойыңыз. Ең алдымен біз қамырын илейтін боламыз. 2 пирогтың қамырын бір чашаға илеймін. Мұнда менде жұмсақ сары май 72-82%, және де қант ұнтағы, міндетті түрде қант ұнтағы болу керек, және 2 ас қасық дүкеннің қаймағын қостым, және 2 жұмыртқа. Егер бір пирог жасамасаңыз, 1 жұмыртқа қосасыз. 2 пирог жасап жатқандықтан мен 2 жұмыртқа қостым. Осыларды жақсылап миксермен миксерлейміз. Қол миксермен жасасаңыздар да болады. Немесе егер қол миксер жоқ болса да, венчикпен, шаншқының көмегімен жасауға болады. Міндетті түрде жақсы араласып, арасы біркелкі болу керек. Сол кезде ғана ұнды шетінен аз-аздап қосып отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Ұнды алдын ала електен өткізіп алдым, және оның үстінен 2 шай қасық разрыхлитель, яғни қамыр қопсытқыш қостық. Осылар жақсылап тағы да араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Көбінесе осы пирогтарды пісірген қыздар маған жазып жатады: менің қамырым қатты болып қалды, қамырым қалай жұмсақ жасауға болады деп. Қамырды жұмсақ қылып илеудегі ең бірінші тәсілі ол ұнды шектен тыс көп салып жүрмеу, яғни аз-аздап қосып салып отырамыз. Одан кейін сары майдың да жақсысын, сапалысын таңдаған дұрыс. Аландай пампушка деген сияқты 60%, 70% майларды қосатын болсаңыз, қамырыңыз қатты болып қалады. Яғни ол сары майға да құрамына қосатын ингредиенттердің сапалы болуына байланысты. Миксеріміз бізге жақсылап илеп берді. Енді осыны ары қарай сәл қолға жабысатындай жұмсақ қамыр илеп, міне көріп тұрғандарыңыздай қолыңыз өте жұмсақ қамыр болып иленіп шықты. Енді осы қамырды 2-ге тура бөліп, мен таразымен бөліп салдым. 2 пирогтың формасына орналастырамыз. Мендегі форманың размері 24 см диаметрі. Осылай астына пергамент төсеп, жан-жағын азап майлап жүріп, осы форманың ішіне қамырды жақсылап орналастырамыз. Ортасын біркелкі болуын қадағалап, және жан-жағына осылай аздап бортик шығарып, қазір оны да тегістеп шығатын боламыз. Осындай кескіштің көмегімен бір тегіс етіп жетіп шықсаңыздар, пирог піскен кезде жан-жақтары бірдей біркелкі болып, яғни әдемі болып көрініп тұрады. Сондықтан осы әрдайым кескіштің көмегімен кесіп аламын. Ол клиентке ұсынғанда да әдемі болып көрініп тұрады. Ортасын осылай шанышқымен әрдайым бір-бір түртіп жүреміз, өйткені арасына салған салмамыз қатты көтеріліп кетпес үшін. Екінші қамырды дәл осындай табанның ішіне орналастырып шығамыз. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасына бірінші алдымен сметанник пирогының салмасын дайындап жатырмын. Ол үшін 20%-дық 350 грамм қаймақты қолдандым, дүкеннің қаймағын. Үстіне қант және 3 жұмыртқаны жақсылап сеуіп, осылай венчикпен жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз.
Одан кейін үстінен 3-4 ас қасық кукурузды крахмалды қолдандық. Ол мынау сметанный пирогын пісірген кезде арасы іркілдеп сұйық болмас үшін қолданамыз. Яғни сметанниктің қату үшін қолданады. Кескен кезде әдемі болып шығады. Дайын болған салманы табанның үстіне құйып, осы пирогты 180 градуста 45 минуттай пісіріп аламыз. Әбден арасы қатып піскенше. Одан кейін келесі пирогтың салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге керегі творог, 350 грамм 9% творогты қолданып, 5% творог қолдансаңыздар да болады. Және үстіне қант, 1 жұмыртқа сеуіп, осыны жақсылап үстінен 1-2 ас қасық қаймақ қойып, жақсылап араластырамыз алдымен. Одан кейін блендермен немесе миксермен бір-бір шайқап, яғни арасындағы творогтың түйіршіктерін кетіруіміз керек. Сол үшін осындай блендерді пайдаланып, біркелкі масса жасаймыз. Енді осыны табамыздың үстіне қойып, бұны да 180 градуста 45-50 минуттай пісіріп аламыз. Осы творогтың үстіне аздап қатырылған жидектерді қолдансаңыздар болады. Бұл бірақ міндетті емес. Мінеки 1-1,5 сағат өтті. Менің пирогтарым пісіп, сол пештің ішінде жарты сағат, 1 сағат суыттым. Одан кейін холодильникке, яғни тоңазытқышқа тағы 1 сағатқа қойып алдым. Кескен кезде ол әдемі болып кесілу үшін, қату үшін арасындағы салмасы. Мінеки осындай сарғайып әдемі болып пісіп шықты. Сіздер де дәл осы рецептпен жасап, табыс тауып, тапсырысқа жасасаңыздар да болады. Менің осылай жасап жүргеніме 1 жылдан асты. Қазір кезде көпсіз сметанник, творожный пирогтарға жиындарда тапсырыс береді. Ал құрметті оқырмандар, менің видео ұнаса, лайк басып, тіркеліп қойыңыз, тіркелмеген болсаңыз, және де астына өз пікіріңізді қалдырып кетуді ұмытпаңыз. Бұл біз үшін өте маңызды. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет.